Духа сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Күн көтеріліп, жарқыраған сәске уақытына серт. Қою қараңғылық қаптап, жым-жырт тыныштық орнаған шақта түнге серт. Уа Мұхаммед, Раббың сені тастап кетпет. Саған ренжіген де емес. Әлбетте сен үшін әр кез әр істің ақыры басынан әлде қайда қайырлы. Шүбәсіз, Раббың саған көп жақсылық жасайтыны соншалық, сен оған және өзіңе жасаған әр жақсылығына дән риза боласың. Сөйтіп ақырында өзіңе тән разылық мәртебесіне жетесің. Ол сені жетім күйде тауып, пана болмады ма? Сені діннің үкімдерінен бейхабар күйде тауып, таңдаулы етіп, тура жолға салмады ма? Сені мұқтаж күйде тауып, мұң-мұқтажыңды өтеп, ешкімге кіріптар болмайтындай жағдайға келтірмеді ме? Ендеше, жетімді қамқоршысы жоқ, әлсіз екен деп ақысын жеуші болма, қорлама. Сондай-ақ өзіңе алақан жайып, қайыр сұрап келгенді кемсітіп қума. Раббыңның әр нығметін шүкіршілікпен жадыңда ұста, және өзгелерге айтып жүр.